Енді менде келесі екінші қатарды тоқу үшін мен тағы да бір воздушный петляға көтеруім керек. Сонда мынау менің жұмысымның қыры болатындай, қыры болып тұрады. Келесі мен мынаны көтердім. Енді мынаған емес, мен одан кейінгі екінші петляға, бұл уже петля болып есептеледі. Екінші петляның, бұл бірінші қатарды тоқыған кезде, екінші петляның бір қабырғасынан, үстіңгі қабырғасынан крючогымды өткізіп, жұмыс жібін осылай іліп шығарамын. Сосын мына жұмыс жібін, іліп шығардым ғой мынаны. Енді мынау бізде жұмыс жібі ілініп шықты. Келесі бұлай төңкерсек, мына жақта біздің ұзын жұмыс жібіміз тұр, мынау уже петля болып кетті. Енді мына ұзын жұмыс жібімізді крючогымыздың басына ілеміз да, екі петлядан бірақ шығарамыз. Міне, біз бірінші жібімізді тоқыдық. Келесін тоқыған кезде дәл солай. Мына үстіңгі қабырғасынан, үстіңгі бір қабырғасынан ғана осылайынан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз бір қабырғасынан. Келесі арт жақта тұрған ұзын жұмыс жібін крючогымызға іліп, екеуінен бірге өткіземіз. Дәл солай қатардың соңына дейін кете береміз. Пока біздің соңғы жағында жаңағы бір петля қағанға дейін. Міне. Мынау бір қабырға, мынау екі қабырға, мынау үш қабырға болып есептеледі. Міне, мен қатарымның соңына келіп қалдым. Менде мына жерде 3 воздушный петля қалды. Оны қайдан білеміз? Ол міне. Мынау емес. Міне 1, 2, 3 воздушный петля. Біріншісі міне. 1, 2, 3. Соңғы сында дәл солай қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Менде міне 3, сонымен бір қатар тоқылып болды. Енді ары қарай келесі кезекте екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарды тоқу үшін кез келген қатардың басында бір воздушный петляға көтереміз. Ол үшін міне мен соңғысын тоқып болдым. Менде крючокта осындай бір жіп тұр. Мына менің жұмыс жібім. Осы жұмыс жібін крючогымызға ілеміз. Ілгеннен кейін мынау крючокта тұрған жіптің ортасынан іліп шығарамыз. Сонда менде бір воздушный петля болды. Қайталап көрсетемін. Міне, мынау менің крючогымда тұрған жіп. Ал мынау ұзын, бұл менің жұмыс жібім. Осы жұмыс жібін крючогыма ілемін. Іліп, мынау крючокта тұрған жіптің ортасынан өткізіп шығарамын. Бір воздушный петля. Енді біз кітаптың бетін қалай ашамыз? Кітап дәптердің бетін бізде осылай тұрса, біз былай ашамыз, крючокпен тоқыған кезде де дәл солай. Мен былай келіп тұрмын, енді мен бұны былай ашамын. Былай айналдырамын да. Міне, крючогым айналмайды, сол бойынша тұра береді. Мынау жаңағы көтерген воздушный петлямыз, ал мынау менің бірінші жібім. Бірінші петлям. Дәл осының ортасынан екінші қатар тоқып бастаймыз. Ортасынан. Бұл жерде жаңа бірінші қатарда біз тек қана бір қабырғасынан алған болатынбыз. Енді мына жерде біз екі қабырғасынан да шығарамыз. Міне. Тура мына жерде байқасаңыздар, әр қайсының ортасында мынандай тесіктер бар. Мынау үстіңгі жағы, мынау өрім. Осы екеуінің де ортасынан былайынан алып шығамыз да, мынау тұрған жұмыс жібімізді крючогымызға іліп, бір рет шығарып аламыз. Міне. Сонда крючокта екі жіп болды. Енді жұмыс жібін тағы да іліп, екеуінен бірақ шығарамыз. Бұл уже жаңағы бірінші қатарды қалай тоқыдық, солай кете береді. Айырмашылығы тек қана екі қабырғасынан бірдей жаңағы крючогымызды өткізіп шығарамыз. Міне. Осылайынан. Міне, екі қабырғасынан да өткіздім. Жұмыс жібін іліп алдым да, крючогымды шығарып, менің жібім, крючогымда екі жіп болды. Тағы да жұмыс жібін крючогыма ілемін да,
екі жіптен бірақ іліп шығарамын. Міне екінші қатардың соңына келдім. Міне менде тағы да екінші қатардың соңында 3 жіп қалды тоқылу керек. Оны қайдан білем? Міне бір тесік тұр, екі, міне мына жерде үшіншісі бар. Сонымен 3 болады. Олай болса кеттік. Міне екі қабырғасынан да бірдей өткізіп, жұмыс жібін іліп, мына жақтан жұмыс жібін тағы да іліп, екі жіптен бірақ өткіземіз. Ары қарай тағы да дәл солай қайталаймыз, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Міне енді соңғысына келген кезде кейбір адамдар шатасу мүмкін, бірақ бұл жерде міне мынадан кейін мына жерде бізде бір тесік бар осындай. Яғни екі қабырғасынан да өткізуге болатын тесік. Бұл алғашқысында сәл қиындау болады, одан кейін оңай болып кетеді. Осы екеуінен өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз да, дәл солай бағанағыларды қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Міне осымен біздің екінші қатарымыз аяқталды. Үшінші қатарды да тоқу үшін тура екінші қатарды қалай тоқыдық, солай тоқисыздар. Бірінші крючогымызға жібімізді іліп алып, бір воздушный петляға көтереміз. Ары қарай айналдырамыз да, міне кітаптың бетін ашқандай бүйтіп ашып, айналдырып, келесі уже бірінші тұрған тесіктен ары қарай бүйтіп тоқып кете береміз. Осылайынан тоқи береміз. Айтып кететін маңызды нәрселердің бірі, ол сіздер крючокпен тоқыған кезде міндетті түрде жаңағы санап отырыңыздар. Санап отырмасаңыздар, әсіресе кішкентай жіңішке жіппен, жіңішке крючокпен тоқыған кезде шатасуларыңыз мүмкін. Сіздер нені санаймыз? Біз әрбір тоқыған петлямызды, мысалға мынау бірінші, бір, келесі екі, үш, төрт, бес деп дәл осылай санап, менде мысалға 20 болатын болса, әр қатарда 20 шығып отыруы мүмкін. Соңғы жағында кейбіреулер шатасып, мынаяқтан тоқып кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Сол үшін әр қатарда петлялардың санын санап отырған ол дұрыс болады. Енді келесі кезекте мінекей мен өзіме қажетті өлшемге дейін тоқып болдым делік. Менде ол өлшеген кезде біз міне мына жақтан былай қарай жоғары қарай тоқып отырмыз. Бұл бізде демек осылайынан биіктігі болады. Менде биіктігі 8,5-9 сантиметр, тура 8,5 сантиметр екен. Ал енді мынау бізде ұзындығы болады. Ұзындығы 15 сантиметр. Демек, мынау Alize Lana Gold Classic жібі. Alize Lana Gold Classic жібін 4,5 миллиметрлік крючокпен тоқыған кезде 20 сантиметрде 20 петляда 15 сантиметр бар деген сөз. Болашақта есебін алған кезде дәл осылай осымен есептейтін боламыз. Және де айта кететін жағдай, крючокпен тоқыған кезде біз ең бірінші жіпті алып аламыз. Оны біз воздушная петля дейміз. Мысалға 10 воздушная петляға көтереміз десеңіз, 10 воздушная петляны бағана ең бірінші баста қалай бастадық, солай көтереміз. Одан кейін без накида тоқимыз деген кезде, ол біздің қазіргі тоқыған тоқымамыз без накида. Мінекей. Мынау бізде осылайынан тоқылған, бұл без накида. Без накида деп аталады. Енді біз бұл ары қарай бөлінеді. Мысалға, без накида, с накидом, с двумя накидом, яғни накидсіз, бұл міне осы тоқығанымыз, одан кейін бір накидпен, екі накидпен, үш накидпен деген сияқты солай кете береді. Біз бүгінгі сабағымызда накидсіз, яғни без накида тоқуды үйрендік. Келесі сабақта біз накидпен тоқуды үйренетін боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.